Қайырлы кеш, халқым, қалдарыңыз қалай, амансыздар ма? Даудың басы Дайрабайдың көк сиыры деп баяғы жарта, сол баяғы 11 жылдан бері мұқтаждығы бітпей жатқан гүлім Болатжан. Ол үшін қарекет қоры жаман, ол үшін асар үмме берген үй тұруға жарамайды, оны ырыспала алдап кеткен, оған үкімет көмектеспейді, оған халық ақша салмайды. Оған ханшайым сияқты жағдай жасап беру керекпіз бүкіл қазақ. Ол тек қана алақан жайып отыру керек. Енді әңгімені былай бастайық. Мен негізі ол әйелдің фотосын, видеосын, ашық түрде ешқашан парақшама, постқа, сторисқа салмағанмын. Ол әйелге сбор ашпағанмын. Алғашқы 4 жанды баспаналы қылғаннан кейін 3-4 отбасына. Сіздер сол отбасыдан кейін маған қаражат жинадыңыздар. Сол кезде ол әйел телеарнаның бәріне қызым зорланды деп шығады, маған да қызым зорланды деп шыққан. Содан кейін бәріміз қызбыз, бәрімізде перзент бар деп мен оның жағдайын сұрауға бардым, бірақ үйіне барып тұрып, сол жерде мені бір Алланың сақтағаны, оны видеоға түсірген жоқпын. Тек өзімді түсіріп сөйлесіп отырдым, болды. Содан кейін мен сіздерге естеріңізде болса, қашан, қандай ақша жиналды, бәрін ашық түрде салып отыратынмын. Сол кезде сіздер маған жинаған қаражатты мен ашып көрсеткенде, соны скрин жасап алғанда, ол менің ақшам. Ол ақшаны халық маған жинады, сен соны маған бермей атсың дейді. Халыққа өткізіп қойғаны бар. Бұның өмір сүргені, 4 бала туғаны, сол 4 баласының қажеттілігі халықтың міндеті деп санап алған өзін. Бұған одан бөлек шешімі бар деген бағдарламада қаскелеңнен тегін үй алып берген бір спонсор, демеуші кәсіпкер аға. Ол үйді алмаған бұл әйел. Одан бөлек человек маске деген бұның көзінің емделуіне, операциясына ақша берген. Содан кейін біз баспана іздеп шықтық. Естеріңізде ме? 12,5 миллион теңгеге біз баспана іздедік та, 1 миллион теңгесіне ішіне керек жарағын аламыз дедік. Ремонтын жасаймыз, керек жарағын аламыз дедік. Осыдан бір 4 жыл алдын ба, 5 жыл алдын ба ғой ол. Содан кейін бұл әйел жаңағындай, бұл үй маған керек емес. Маған бұндай үй алып бермей ақ қой. Құдайдан қорықсаң, маған осы үйді алып бер деп бір 15 миллионның үйін жібереді. Мақұл деп бұның ығына жығалып мен сорланақ, қызы зорланған ана ғой деп сол үйге барып көрем ғой. Ол үйдің қоршауы жоқ, үйінде су жоқ, ванна жоқ, жуынатын жер жоқ та. Мен сосын айтам, мына үйің қоршалмаған, су жоқ, ванна, жуынатын жер жоқ десем, біріншіден сол үйді Құдайдан қорықсаң маған алып бересің, одан кейін мен халықтан тағы да жылу жинап, ол үйді қоршап, суын кіргізіп, ваннасын жасап алам дейді ғой. Содан кейін ақыр сен халықтан ақша жинап алады екенсің, сен бәрін жасап алады екенсің, онда саған мен не қажетім бар? Одан мен сен сияқты қолынан бәрі келетін емес, қолынан келмейтін шын мұқтаж адамдарға көмектесейін, сен өзің жасап ал дедің. Сөйттім да кеттім. Мен оған сбор ашқан жоқпын. Мен халықтың жинап қойған қаражатына алып бергім келген баспана. Сөйттім де ол жаңа 13,5 миллион ақшаны маған бер, ырыспала жеп қойды. Міне атаңның басы айуан. Сен сол үйге 6 балалы ана, 2 баласында шын диагноз бар, мынаның сияқты өтірік емес, күйеуі қайтыс болған, Майгүл деген апайды сол үйге апарып мен кіргіздім 12,5 миллионның үйіне. Әлі сол үйде тұрып келе жатыр, бала шағасының алды колледж бітіріп, жұмыс жасап жатыр, сол үйде өсіп өніп жатыр. Айуан-ау, сен сол кезде Майгүл апайды жеті-атасын желдей көшіріп қарғаған жоқсың ба? Майгүл апай сол кезде маған жылап звондаған. Жаңағы енді бала 7 жасқа келгенге дейін жерден таяқ жейді дейді ғой, есігінің алдында баласы ойнап жүріп, басын жарып алған кезде мына әйел қарғаған. Осы үйде 5 па 6 баласы бар ғой, кісінің қателеспесем, әлде 7 ма? Ұмытып тұрмын, уже басындағы үйлер ғой, мен 100 баспаналы болып, 5-ші ма 6-ші ма үй. Осы үйде деп айтқан, бұл менің несібем, сен менің несібем тартып алып отырсыңдар ырыспала екеуің. Осы үйде бала шағаңның жаназасын шығар деп қарғаған. Тыныштық бермей, Майгүл апай маған звондап қайта-қайта жылаған сол уақытта. Бұның бәрін шығарған жоқпын ғой мен сіздерге. Өзі орамалда, жаңа сақалды бір діндегі азамат не жазса, комментарий жазса, не дейді, ешкі, қарабет, лағнет деп, ойпырмай, кәдімгі қарғаудан бірінші орында бұл әйел. И бәлеқорланудан. Телеканалды жағалап алған, акиматты жағалап алған, халыққа алақан жаюды кәсіп қып алған.
Енді осы әйел жаңағындағы біреудің тапсырмасымен, бұл еще былай ғой. Мен үнемі айтам, еліңді жамандап, жерінде қалай жатасың, қатыныңды жамандап, қойнында қалай жатасың дейді. Бұған үкімет бәрін беру керек. Тіпті бұның өмір сүруін Медеу аудандық әкімдігі мойнына алып, бір уақыттарда демеушілердің қалтасынан бұның тұрып жатқан пәтер ақысын төлеп жүрген. Оған да бұның көңілі толмайды ғой, шіркін. Соның бәріне миы жеткен бұның ана артын көтеріп, ана бала шағасын 11 жылдан бері қайыршылыққа қару қылып, балам ауру, қызым зорланған дей бермей, бұл неғып жұмысшы, соған миы жеткен, соған бәлеқорлығы жеткен қатынның неғып бір жерін көтеріп жұмыс жасауға миы жетпейтінін мен әлі күнге дейін түсінбей келе жатырмын. 11 жыл болды халыққа алақан жайып келе жатыр. Бұған Назарбаевтың жүйесі жақпайды, бұған Тоқаевтың жүйесі жақпайды, бұған Қазақстанда жұмыс жасап жатқан қайырымдылық қолда қорлар жақпайды, бұған өзінің адал маңдай термен ақша тауып жүрген кәсіпкердің алып берген үйі жақпайды. Жаңағы бұл қатын айтып жатқан 13 миллион бір бәле теңге дегенді, ол әшін мен парақшама сіздерге отчет қылып салған кезде скрин жасап алған болды. Соны алып енді ырыспала осы ақшаны маған бермей жүр дейді. Ол ақша менің қалтамда қалған жоқ. Ол ақшаға алынған үйде Майгүл апайымыз тұрып жатыр, бала шағасымен бірге. Оған дәлел бар, дәйек бар. Оны көріп отырған мына сіздер барсыздар. Қажет десеңіздер, ертең ақ барып мен сол Майгүл апайдың үйін көрсете аламын. Оттай бермей жұмыс жаса. Әркімді қаралап біткен шығарсың сен қатын. Мен осы уақытқа дейін үндемей келдім. Қош, қайбір жетісіп жүрген қатын, есі дұрыс болса 11 жылдан бері бала шағасының алды міне 11 сынып бітіріп жатыр деп өзі салып отыр. 9 сынып бітіріп жатыр. Соңғы қоңырауына қызымның ақша беріңдер деп жатыр. Есі дұрыс адам, бала шағасын ойлайтын адам 11 жылдан бері бала шағасын қару қылып, елдің алдына шығарып, ертең ол құда болады, құдағи болады. Соның ар жағын, ана бала шағасын ойламай отырған адам, ол мені ойлап қайтеді. Есі дұрыс емес адам. Мүмкіндігі шектеулі қыз болса, сол мүмкіндігі шектеулілерге арналған жәрдемақыны алып отыр. Көп балалы отбасыларға дегенді алып отыр. Соның бәрін адам сәл ойлау керек қой. Осының бәрін үкімет беріп жатыр. Қиналғанында халық көмектесіп жатыр. Сол ырыспала ит болса да менің алдыма қызыңыз зорланған екен, емдеп алыңыз деп 1,5 миллион теңге ақшасын алып келді ғой менің алдыма деп ойламайды ғой. Маған продукт әкеп берді, мен соны бала шағама жегіздім ғой деп ойламайды ғой. Үкіметке қарсы шыққан, жаңа шетелге қашып кетіп, Қазақстаннан қазақтың жерінде туылып, қазақтың жерінде кіндік қаны тамып, қазақтың суын ішіп, әке шешесінен, отбасынан бас кешіп, ақша үшін бәрін сатуға дайын, шетелде қаңғып жүріп, қазақтың арасына ірткі салатындар оппозициялық топтарға қосылып алып, бұл қатын таңнан кешке дейін қолында телефон, единицасы бітіп қалса да халыққа единица сал дейді, туған күні болса да халыққа подарка көрмеппін дейді. Соларға қосылып алып, тек үкіметті, қазақты, халықты жамандағаннан басқа қолынан түк келмейді. Одан кейін ырыспала Экранбайға жала жабудан басқа. Енді бұл қатын мені алаяқ деп жатыр, менің алаяқтығым дәлелденбеген. Мен қазір юристіме барлық мына данныйдың бәрін жіберіп, үстінен арыз жазып жатырмын. Ертең маған кешіре сал деп әңгіме айтпаңыздар. Егер сенің айтарың бар ма, сені ешкім қорғамай жатыр ма, заң бар қорғайды. Маған айтарың болса, арыз жаз бар. Және де бала құқығын қорғау органына да мен арыз қалдырамын. Неге бұл 4 бала және тағы бір мені үлкен сұрақ, әлі күнге дейін шешімі табылмай жатқан. Бұл әйел телеканалдарға баруды біледі, арыз жазуды біледі, тіпті президентімізге дейін хат жолдауды біледі екен. Халыққа алақан жаюды, халыққа өзінің қиындығын шешіп беруді, қарызын төлеп беруді, единицасын салып беруді сұрайды екен. Неге бұл әйел қызым зорланды дейді? Неге қызын зорлатып бұл айғарап шошқа тағалап отыр? Неге бұл ақша үшін солай елдің бәріне жала жауып, елдің бәріне қаралап, оппозициялық топтарға кіріп алып, таңнан кешке дейін әлеуметтік желіде халықтан араша сұрап отырады? Құлқынның қолы үшін, ақша үшін. Неге қызының тағдыры үшін ешкімнен көмек сұрамайды? Бұндай ананың қолында тәрбиеленіп отқан баланың болашағы қауіпті.